Егер сіздің балаңыз сөйлей алмайтын болса, бұл алалия болуы мүмкін. Алалия дегеніміз баланың сөйлеу қабілетінің бұзылуы. Бұл кезде интеллекті мен есту қабілеті сақталған болады, және де проблема мидың қыртысында болады. Осы туралы толық ақпаратты алатын боласыздар. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Алдымен мен каналыма тіркеліп, подписаться деген батырманы басып, уведомление деген значокты басатын болсаңыздар, каналда шыққан жаңа видеоларды бірінші болып көріп отырасыздар. Сондықтан алдымен подписка жасап алыңыздар. Алалия кезінде мидың қыртыстарында өзгеріс болады. Біздің миымызда сөйлеуге жауап беретін екі түрлі зона болады. Біреусі зона Брокка, екіншісі зона Верника. Қызылмен белгіленіп тұрған зона Брокка бізде сөйлеудің моторлық функциясына жауап береді. Яғни бұл кезде моторлық алалия пайда болады. Бала сөзді түсінеді, бірақ айта алмайды. Ал екінші түрі жасылмен белгіленіп тұрған зона Верникада болады проблема. Бала сөзді түсіне алмайды. Сондықтан бұл алалияны сенсорлық алалия дейді. Зона Верникада проблема болады. Келесі түрі сенсомоторлық алалия. Бұл кезде қызылмен белгіленіп тұрған зона Броккада да проблема болады, және зона Верникада да проблема болады, жасылмен белгіленіп тұрған. Осы екі жақта да проблема болса, онда аралас сенсомоторлық алалия пайда болады. Сенсомоторлық алалия пайда болған кезде біз екі зонамен де бірге жұмыс жасауымыз керек. Енді бұл алалияның түрлері бізге не үшін маңызды? Өйткені біз жұмыс жасаған кезде қай жерде проблема бар, сол жерге көбірек көңіл бөлеміз. Мысалы, егер сіздің балаңыздың проблемасы түсінуде болатын болса, зона Верникада болатын болса, сіз қанша жерден аузына логопедиялық массаж жасасаңыз, тілін қанша дамытып, дыханиясымен жұмыс жасасаңыз да, онда ем нәтижесіз болады. Өйткені сіздер сезім жүйемен, ойлау жүйемен жұмыс жасауыңыз керек бірінші кезекте. Потому что проблема зона Верникада тұр. Сондықтан алдымен диагнозды дұрыс қойып алу керек. Бұл сіздердің алалияларыңыз моторлық па, сенсорлық па, әлде аралас па? Сол кезде ем нәтижелі болады. Енді, егер бала барлығын түсініп біліп тұрып, сөзін жеткізе алмайтын болса, онда сіздер сөйлеу зонасымен жұмыс жасайсыздар. Яғни бұл жерде әртүрлі дыханиямен жұмыс жасайсыздар, яғни тыныс алу жүйесімен, жақ сүйегімен жұмыс жасайсыздар, бұлшықеттерді қатайтатын, және де логопед дефектологтардың жаңағыдай занятиялармен жұмыс жасайсыздар. Және бұлшықетті қатайтатын дәрігерден препаратты жаздырып алу керек. Ал егер проблема зона Верникада болатын болса, онда сіз пирамида бойынша жұмыс жасауыңыз керек. Пирамида туралы мен алдыңғы видеоларда айтқан болатынмын. Бұл пирамида бойынша біз жұмыс жасайтын болсақ, бізде бала ертерек сөйлей бастайды. Яғни сіз балаға мені сөйледе, мынаны айт деп сразу бала сөйлеп кетпейді. Біз алдымен осы пирамида бойынша баланың сөйлеу қабілетін дамытуымыз керек. Яғни бұл жерде проприоцептивті, вестибулярлы және де тактильдік сезімдермен жұмыс жасауымыз керек. Және де иіс сезу, көру, есту және де дәм сезу жүйелерімен бірге жұмыс жасап, осы жүйелерді бірінші дамытатын болсаңыздар, онда сіздердің балаларыңыз міндетті түрде сөйлеп кетеді. Сондықтан осы пирамидаға қараңыздар. Бұл туралы
алдыңғы видео жасаған болатынмын, тағы да бір көріп шығыңыздар. Если сіздер осы пирамида бойынша алдымен осы сары зонаны түгелімен дамытып алатын болсаңыздар, ары қарата баспалдақпен жақсы көтерілесіздер. Көк зонаға жету үшін, яғни баланың жаңағыдай сөйлеуі, ойлау қабілетінің дамуы осы көкпен белгіленіп тұр. Бұл бізде алдымен төменгі пирамиданың бөлімдерімен жұмыс жасаған кезде ғана пайда болады. Ал енді бұл видео сіздерге пайдалы болған болса, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер, комментарийлер жазыңыздар, сіздердің балаларыңызбен қандай жұмыс жасап жатырсыздар, сіздерге алалия деген диагноз қойылды ма, қойылмады ма, және де қандай тағы сұрақтарыңыз бар, комментарияға жаза кетіңіздер. Алла бұйыртса, алда сол тақырыпқа видео жасайтын боламыз. Сіздермен бірге болған дәрігер невропатолог Ақжарқын Сейтқазықызы. Қош сау болыңыздар, ауырмаңыздар.